Саламатсың ба балақай? 100-ші сабақ. Не үйрендің? Бүгін біз өз білімімізді қорытындылаймыз. Бірінші есеп. Балалар алтаркөсе ертегісін оқыды. Сұрақ қойып есепті шығар. Әлия ертегіні 4 минут оқыды, ал Сырым одан 2 минут артық оқыды. Енді біз Сырымның ертегінің неше минут оқығанын табуымыз керек. Әлия 4 минут оқыды. Сырым одан 2 минутқа артық оқыды. Табу үшін 4-ке 2-ні қосамыз, 6 шығады. Сонда Сырым ертегіні 6 минут оқыған екен. Екінші есеп. Суреттер мен қысқаша жазылуы бойынша есептер құрастыр. Олардың біреуін шығар, кері есеп құрастыр. Суретке назар аударайық. Бізге 8 мысық берілген. Сурет бойынша табуымыз керек. Енді мысықтардың нешеуі ояу, нешеуі ұйықтап отыр. Соны табайық. Ояу мысық, ұйқыдағы мысық деп жазып қойдық. Ояу мысықтар 7 екен. Бір мысық ұйықтап жатыр. 7 мысыққа бір мысықты қоссақ, 8 мысық болады. Барлығы 8 мысық. Енді осы 8 мысықтың нешеуі ұйықтап жатыр? Соны табайық. 8-ден 7-ні азайтамыз, біреу қалады. Сонда бір мысық ұйықтап жатыр екен. Үшінші есеп. Сурет пен қысқаша жазылуы бойынша есептер құрастыр. Олардың біреуін шығар, кері есептер құрастыр. Суретке қарайық. Бізге ұлдар мен қыздар берілген. Қыздар нешеу, ұлдар нешеу санап көрейік. Ұлдар саны 7. Қыздар санын табуымыз керек. Қыздар ұлдардан 2-ге кем. Енді осы берілген бойынша қыздар санын табу үшін 7-ден 2-ні азайтамыз, 5 қалады. Сонда қыздар 5 екен. Келесі ұлдар санын табуымыз керек. Бізге 5 қыз берілген. Ұлдарды табуымыз керек. Ол үшін ұлдар қыздардан 2-ге артық. Сонда 5-ке 2-ні қоссақ 7 болады. Ұлдар 7 екен. Төртінші есеп. Есепте дейді. Суретте мысықтың жанында бағыт көрсетілген. Сол бағыт бойынша сандарды қойып есептеп шығарамыз. 4-ке 2-ні қоссақ 6 болады. 6-дан 1-ді азайтсақ 5 қалады. 5-ке 5-ті қоссақ 10, 10-нан азайтамыз 3-ті 7 болады. 7-ге 2-ні қоссақ 9, 9-дан 4-ті алсақ 5, 5-ке 3-ті қоссақ 8, 8-ден 1-ді алсақ 7, 7-ге 2-ні қоссақ 9, 9-ға 1-ді қоссақ 10 болады екен. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпа. Келесі сабақта кездескенше сау бол балақай.